Ескелді бидің құрметіне аталған Матай Байысов, Нұрмолда Алдабергенов, Ғали Орманов, Сайын Мұратбековті мақтантатын ауданға келдік. Бұл Ескелді аудан. Ескелді ауданы халқы 49 мың адам, жер аумағы 4-3 мың шаршы шақырым. Аудан орталығы Қарабұлақ кенті. Ауданның климаты континенттік, қысы суық, жазы ыстық әрі қуан. Алдымен Алдабергенов ауылына бардық. Армысыздар ағалар, ізгі жандар, күні түні ел қамын ойлағандар. Нұрмолдата ауылына қош келіңіз, шашылып шашу, ән айтылып төгілсін жыр. Аралаңдар көріңдер ауылымды, жері жәннәт, су мол тауы гүлді. Көркем көше, әсем үй, алтын сарай, көресіңдер күнде ойын сауығыңды. Көл шомылды колхоздың дәулетіне, еңбегері атанған әрбір жанның жарқырап тұр жұлдыз кеудесінде. Көше сайын ері бар алтын жұлдыз тағынған, әр шоқысы аңыз боп ертегіге айналған, 20 батыр отаны, құт дарыған жер осы. Ескелді ауданы Алдабергенов ауылы. 1970 жылы осы ауылда осындай керемет батырлар аллеясы салынды. Ауданға еңбегі сіңген барлық еңбек және соғыс ардагерлерінің мүсіндері осы аллеяда. Дәл осы үйде 60 жылдардың басында атамыз Нұрмолда Алдабергенов тұрған еді. Қазір бұл үй Нұрмолда Алдабергеновтың мемориалды музейі. Дәл осы үйге атақты үндістандық Индира Ганди қонаққа келіп кеткен еді. Әзірше осы мемориалды музейде жөндеу жүріп жатыр, сондықтан әзірше біз оған кіре алмаймыз, өкінішке орай. Еңбек ері Алдабергенов Нұрмолда атамыз Үндістанға барғанда осы мәдениет үйінің жобасын алып келген еді. Сол жобаның негізінде осы мәдениет үйі салынған. Бұрқан бұлақ Орта Азиядағы ең биік сарқырама. Текелі қаласынан 55 шақырым жерде Қора шатқалында орналасқан. Алматы облысының ең әдемі жерлерінің бірі. Қарабұлақты жас спортсмендері көгалдағы хоккейде жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Біз жаңағы Бесарыс командасына ойнаймыз. Ол Бесарыс командасы жаңағы Талдықорғанда орналасқан. Қызыққан бұл бір ерекше спорт. Ол жаңағы күрес, бокстан бір өзінің бір ерекшелігі, қызығушылығы бар. Сол үшін қатысым. Көгалдағы хоккейдің денсаулыққа пайдасы ол жаңағы біздің ағзамызды төзімділікке және шымыр болуына үйретеді. Біздің аяқтарымыз өте мықты және шымыр болады. Клюшкамен біз ойнаған кезде қолымызды шынықтырамыз. Біздің жаттығатын жеріміз алыс болғанымен біз ол жерге барамыз. Себебі ол бізге ұнайды және де біздің мақсатымыз Қазақстан намысын қорғау. Дәстүрді бұзба Ескелді ауданының жастарына жолықтық. Ескелді би әулие батыр бабам, бірсін деп толғанады ақыл санам, ақын боп қолға қалам ұстаған соң, қалайша жыр толғамай қапы қалам.
мәшһүр болған аты көптен, жайылып талай жерге даңқы жеткен, маржандай көмейінен сөз төгілген, бақ қонған Бақтыбайдай ақын өткен. Ата-бабамыз көшпенді, ерлерін елі ес көрді. 19 жаста ес келді, жауына айбар сес берді. Әулие Балпық Бақтыбай, білген ғой, білген ақ Құдай, еліне мына тап бұлай, қонатынын бақ құлай. 300-дің басы бірікті, сосын жауын түріпті. Төле, Қазбек, Айтеке бұл іске болған түрткі.